Париж төрінде жазғы 33-ші Олимпиада ойындары өтуде. Франция астанасында спорттың 25 түрінен 81-дей спортшы ел намысын қорғап додаға түсіп жатыр. Олимпиада қалай өтіп жатқаны бәрімізге бесенеден белгілі. Мақтаулы спортшыларымыздың дені қалың топтың арасында қалып қойды. Бұл нәтижеге бірінің көңілі толмаса, бір өздерін жұбатып пешенеге жазылғаны дейді. Осыдан 24 жыл бұрын қазақ жұртының қанжығасы майланған сол бір Сидней Олимпиадасына көз жүгіртейікші. Бұл тәуелсіз Қазақстанның өрендері қатысқан екінші жазғы ғаламдық дода еді. Сол уақыттарда жасыл құрлықтың халқына қазақтың гүрзі жұдырықты жігіттері өздерінің мықтылығын мойындатып, 7 медальді ел қоржынына салған болатын. Олар чемпион атанған Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов болса, сондай-ақ күміс жүлдені иеленген Болат Жұмаділов пен Мұхтархан Ділдәбеков. Ал осы жылғы ойында әзірге қазақстандықтар 14-ші орынға табан тіреп, бір алтын және 2 қоламен шектеліп тұр. Оның ішінде боксшыларымыз әлсіздік танытып жатыр ма, әлде дайындықтың аздығы ма белгісіз, әйтеуір жеңіс тұғырынан көре алмай жатырмыз. Боксшылардың бұл нәтижесіне тіпті Азия және Олимпиада ойындарының чемпионы Бақыт Сәрсекбаев сынға алды. Оның айтуынша жігіттердің физикасы өте нашар, екінші раундта демалыстар қиындап, әрең жүр рингте. Ударлары аз, комбинация ударов тіпті аз дейді. Ал жерлесіміз Елдос Сметовтың алтыны тарих беттеріне алтын әріппен жазылатындай жеңіс болды. Өкінішке орай бұл Сметовтың соңғы олимпиадасы. Ол бұл туралы Париждегі visit.kz журналистеріне мәлімдеме жасады. Ендігі кезекте қазақ жұртының бар үміті алтын қыз Назым Қызайбай мен ширек финалдағы егіздерде. Олимпиаданың аяқталуына әлі де уақыт бар. Үмітімізді үзбейміз, спортшыларымызға тек сәттілік тілейміз.